естеріңізде болар, өткен жолы осындай бір видеоблог бастаған едім, әңгіме тыңдайық деген. Ондағы ниетім өзім тыңдаған әңгімелерді сіздер де тыңдасын деген ниет. Енді бұл жолғы менің сөйлесетін адамым Ерлан Әшім мырза. Ерлан аға, assalamu. Ерлан Әшім, Нәтиже сүт фабрикасының және 220 вольт компаниясының құрылтайшысы. Уәлейкум ассалам. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Ал енді аға, Ерлан ағаның бүгінгі өтініші бойынша, біз жоспар бойынша бұл кісінің тарихынан бастамақшы болған едім сұхбатты, шынын айтқанда, бірақ ойласа келе бірден күрделірек дейміз бе, бұрын айтылмаған бір тақырыптарға ауысуды жөн көріп отырмыз. Ендігі менің бір дайындалып келген бір сұрағым бар еді. Осы сіз 90 жылдарда бизнесті бастадыңыз. Енді 90-нан бұрынғы да өзіңіздің әңгімелеріңізде білеміз. Бұрынғы оның алдында да бір бизнестің дәмін татқан, әскерде жүрген кезде жалпы бір қабілеттеріңіздің байқалған кездері болған. Жалпы енді мен сұрайын деп отырғаным, неге көп адамдар тәуекелге бармайды? Неге адамдар мен істеуім керек деген мәселені алдына қоймайды? Оны біреу істеп жатқан сияқты, біздің түсінігімізде барлық нәрсені біреулер шығарып жатқан сияқты, шетелден әкеліп жатқан сияқты, біз тек тұтынушы көзқараспен қараймыз көп жағдайда. Осы нәрсенің бір формуласы бар ма? Формуласы бар деп оны ешкім айта алмайды шығар. Айтады ғой, қазақта сөз бар ғой, бес саусақ бірдей емес, адам да бірдей емес деп. Сол сияқты тек қана қазақта емес, жалпы дүниеде дәл сол дамыған, бизнесі дамыған Американың болсын, Европаның болсын, түгелінде тәуекелге бара алатын сондай адамдардың саны көп емес, өте аз. Сол себептен ғой, мысалы үшін әйгілі Ли Якокка деген бір керемет, мықты бір топ менеджерлардың басшыларының бірі 20-шы ғасырда аты шыққан. Оның айтқан сөзі бар, мысалы үшін, менеджер үшін, тек қана бизнесмен үшін емес, менеджер үшін, мысалы үшін директордың орынбасары, бір бөлімнің бастығы, солар үшін деген ең басты бір мінездеме қандай қоя аласыз, қандай сұраныс болу керек дегенде, ең бастысы өзі шешім қабылдай алатын адам депті. Орысша айтса, ол сөйтіп айтыпты, сол кітабын орысша айтқам. Самая главная черта, которая должна быть у менеджера, я бы сказал, если бы мне сказали одним словом, это выразить решительность. Шешім қабылдауды білу дегендей сөйтіп айтты. Енді Ли Якокка не үшін оны айтты? Ол Америкада Фордта жұмыс істеген, ол Америкада жаңағы Крайслер деген компанияда істеген, ол ең биікте болған. Егер осыны айтса, ол басты бір құндылық, басты бір мінездеме деп сөйтіп айтса, жай айтқан жоқ қой. Ондай адамдар аз деген сөз. Сол себептен бұның ойына осы сөз келді. Бір сөзбен мінездеме берсем дегенде. Ондай адамдар аз, енді түгел ондай болуы мүмкін емес. Дегенмен көбірек болса деп. Көбірек болғаны әсіресе қазаққа ол керек, әрине. Әсіресе қазаққа қазір міне сұраған кезде кейбір жастар айтып жатады ғой, мысалы үшін. Университетке бір жерге мен барып жүрмін, спикер ретінде, жаңағы бизнесті, сол жаңағы өзіңіз айтқандай жаңағы тарихымды айтып беріп, қалай бастадым, не істедім, қандай қиындықтар көрдім деген сондай нәрселер, қандай өзгерістер керек, өзімді қалай өзгерту керек, бір жетістікке жету үшін деп сол кезде айтып жатқан кезде көбісінің сұрағы сол, қазір бүкіл жерде бизнес жүріп жатыр ғой, қазір жаңадан ештеңе бастауға мүмкін емес қой деп. Бұл өте қате. Менің ойымша Қазақстанда бизнес негізі әлі басталған жоқ. Енді басталу керек, өйткені бос жер өте көп әлі. Кеңістік көп, иә, бос жер өте көп. Бірдеңе істі бастап кететін, үйренетін жерлер де бар. Қазір 90-шы жылдар емес, мысалы үшін дәл сол көрмелерге барып, дәл сол YouTube-тан қарап, дайын бизнес пландар дәл сол интернетте жүр, мысалы үшін кішкентай бірдеңе сіздің бизнес планы қандай салада болса да көп нәрсе бар сондай. Әсіресе мысалы үшін жастар әке-шешелерімен немесе өз бетімен бір шетелге шығатын болса, дәл сол Түркияға демалғанда, Қытайға бір жерге барған кездерде қарай жүру керек та, олар не істеп жатыр, немен өзгешілігі бар дегенде, соны ойластырып бірдеңе істеуге болады. Дәл сол болашақпен мысалы үшін шетелде оқып жатыр. Масқара, шетелде 4 жыл жүргенің, оның өзі, тек қана жүргенің, оның өзі бизнес мектеп. Мені көп нәрсені көруге болады. Енді бизнесменше ойлау деген нәрсе жетпей қалған екен кейде. Мүмкін сол ой қалай қалыптасқан, мүмкін содан да шығар. Бала кезінен қалай оны әке-шеше тәрбиеледі. Менімше сол жер өте маңызды. Сол себептен үлкендеу кісілермен кездескен кездерде мен
айтып жүрем. Енді қазір мүмкін бізге міне 40, 50, 60 жастамыз. Қазір бізге кішкене кей нәрселер кештеу шығар. Біз өзіміз бастап солай өзгертемін дегенде, бірақ кеш еш нәрсе болмайды. Бірақ балаларымызды ойлайық. Балаларымызды қазір қалай тәрбиелеп жатырмыз? Болашақ балаларымызды қалай тәрбиелейміз дегенде, сондай нәрселер мүмкін кішкене жетпей жатыр. Тәрбие жағында көбірек бостандық беру керек. Көбірек бала кезінде шектемеу керек. Біз қазір баланы жақсы көру деген қазіргі қоғамда не? Бала үшін бүкіл проблемалар шешіп тастау. Анда бармай қойсын, телефонмен мен шешіп қоямын. Мұнда үйтпей қойсын, ана жерде кезекте тұрмай қойсын. Сонда поликлиникада, анда мұнда өзім хабарласып шешіп саламын. Өзім алып барамын да кіргізіп жіберемін дегендей, жекеменшік поликлиникаға апара саламын дегендей. Сондай кішкентай нәрселер, бірақ баланы дамуына ол көмектеспейді ондай нәрселер. Тіпті кедергі болады. Ана жерде шеше салады, үлкендер шеше салады дегендей нәрсе. Менің өзімде де ол кішкене болды. Өз-өзімді кішкене өзгерттім, шын айтсам. Бала жағынан біздің жақсы көрушілігіміз сондай, ол эгоизм. Жақсы көреміз деп тіпті біз баланы шешім қабылдауға бір қиындық көруден 10 жасында, 12 жасында, 13 жасында содан шектеп тастаймыз. Ол бала сөйтіп шынығу керек, сөйтіп тәрбиелену керек. Енді сіз өзіңізді бір нөлден бастаған адамсыз, мысалға ағайындардың көмегі, жалпы қазақы бір осы бастауға деген көмектер, ағайынкершілігі деген сияқты ол жағынан. Алғашқы капитал кішкене ғана бір іс бастау үшін негізі алғашқы капиталсақ бастауға болады. Негізі. Капитал болса да бір сол әкеңнің, шешеңнің, мысал үшін жас болсаң сен, өзіңнің бірдеңе жиған тергенің бірдеңе жетуі мүмкін. Мысал үшін бір жерде бір арендаға бірдеңе аласың. Біз де сөйтіп бастадық, бір кезде тәуекелге бел байлап, сөйтіп бастадық. Сондай жетуі мүмкін бір. Екіншіден сен өзің түзу адам екеніңді сол мектепте, университетте жүргенде көрсете алсаң, көрсетсең, сенің таныстарың сен туралы айта алатын болса, сенен үлкенді адам сен туралы мынау өзі сондай принципті адам, мынау намысты жігіт, мысал үшін бұған сенуге болады деп, олар бір таныстарына бір жерге айтып бірдеңе қарызға саған товар беру мүмкін, мысал үшін сатуға. Сондай нәрселерді бастап бірдеңе істеуге болады. Алғашқы капитал деген соншама ең маңызды нәрсе емес. Ең маңызды капиталыңыз мына жерде ойыңыз, жаңағы ойлап тапқан бизнесіңіз, жаңадан бірдеңе ойлап тауып керегі жоқ, әрине. Ол өте қиын. Егер ойлап тапсаң, тіпті жақсы, әрине. Ешкім білмейтін нәрсені ойлап тапсаң, ең жақсы бизнес сол. Енді сіз мына қазақы бір қарым-қатынастарды көбірек айтасыз ғой. Алғаш бастаған кезде де сол мысалға маған ағайындарым сенді дегенде айтасыз. Одан кейін де жалпы осы қазақы құндылықтарды осы бизнеске де кіргізу жағынан, оны ұмытпау жағынан бір әңгімелер айтқан едіңіз. Осының бір шет жағынан бастап айтып көресіз. Мүмкін мен естімеген бір нәрселер бар. Иә, ондай көп сұрақтар қойылып, былай қалай бастадыңыз, қалай ойлайсыз, неге сіз жетістікке бірдеңеге жеттіңіз дегендей сондай сұрақтар қойып. Сол кезде сұрақ қойған негіз жақсы. Сол себептен мен барып спикер болып, әсіресе студенттер жастардың арасында сөйтіп барғанды өзім де жақсы көремін. Өйткені олардың қойған сұрағының арқасында мен мәжбүрмін дәл сол жерде тұрып, ойланып, жауап беру керек. Өйткені жастар әсіресе өте күрделі, мындай қызық сұрақтарды қояды. Сол кезде ойланып, қазбалай бастайсың, ойлана бастайсың, жауап беру керек қойды. Қайда болса сен алдындасың, 300 студент алдында отыр, мысалы үшін сен алдындасың, жаңғызсың, жауап беру керек. Сол жерде ойланып, жауапты берген кездерде көбісі менде солай екен. Бітіріп тастаған керемет бір біліміміз жоқ. Әсіресе бизнес саласында білім деген атымен бізде болған жоқ ол кездерде. 90-шы жыл, 2000 жылдардан басталды ғой, тренинг, анау, мынау бірдеңе дегендер. Кәсіби түрде қазір бар, жақсы. Дәл сол жастарға айтуға болады, мысал үшін қазір міне мысал үшін дәл сол Астанада MBA деген мектептер бар, бизнес молодость дегендер бар. Солар ақшасыз ақ кешке шақырып бір кездесулерді өткізіп жатады. Тренер адамдармен. Тренерлар өте жақсы біледі, өздері бизнес жүргізбесе де, олардың бизнесі сол тренер болу. Олар өте жақсы бір сабақтар береді, кеңестер береді. Екіншіден олар бір жетістікке жеткен кәсіпкерлерді шақырып жатады. Соларды спикер қылып қойып, жастарды түгел сол жерге шақырады. Ақшасыз. Дәл сол Алматы, Астананың 1-2 бизнес мектебіне мен бармын. Жұма күні кешке жақын сағат 6-тан бастап 8, 9, 10-ға дейін әңгіме құрып, сұрақтарына жауап беріп сөйтіп тұрғам. Ерінбеген адам болашақта бірдеңе істеймін, бірдеңе жетістікке жетемін, бірдеңе бизнеске барам деген адам сондайларға барып тұру керек. Егер ондайға бармай, қиналмай, кітап оқымай, мүмкін емес. Қазақстанда бүкіл жерді алып қойды, бизнес бастау мүмкін емес, бүкіл жерде конкуренция бар деп жатқан адам, оның қолынан енді түк келмейді. Тырысу керек, жасау керек.
Сосын енді қазақи құндылықтар десек, жаңағы сұрақтарына жауап берген кезде мен ойланып былай келдім, неге, қандай себеп менің жетістікке жеткендерім, бір жетістіктерге жеткендерім әйтеуір. Сонда бүйтіп қарап отырсам, бүкіл мәселе құндылықтарда екен. Мәселе бірінші алған кредитте емес, мәселе бірінші капиталыңда емес, мәселе не ойлап таптың, қандай идея, ол жаңа бірдеңе идея ма, немесе біреуді қайталадың ба деп, мәселе онда емес, жоқ. Біреуді қайталап, мысалы үшін көп бір не дейік, мысалы үшін қағаз сатып атқан бір фирмалар бар екен, көп. 20 бар екен осы қалада. Сен 21-ші болып ашылдың. Бірақ 21-ші болып ашылып, сені аналарды жеңуі мүмкін. Олардың ортасына кіріп, солар сияқты болуы мүмкін. 20-сы бар екен, жоқ қоям деп айтуға болмайды. Мәселе онда да емес. Мәселе құндылықтарда. Дәл сол кітап жазатын ақылды тренерлар, неше түрлі шетелдің тренерлары түгел жазады. Управление ценностями деген бар. Құндылықтардың арқасында басқару. Сенің құндылығың қандай? Сенің фирмаң да сондай дейді. Мен енді сол құндылықтар жағынан қарайтын болсақ, менікі бүкілі сол бірінші күннен бастап түгелі осы фирманы құрғаным, бастағаным, одан кейін өсіргенім, түгелі дамытқаным қазақи құндылықтар екен. Қазақи құндылықтар. Қазақи құндылықтарымыз деген не? Құндылық деген не жалпы? Жүрегіміздегі бар нәрсе. Жүрегімізде не бар? Қазақи құндылықтың бірі, мысалы үшін, намыс. Қазақта өте көп қайталанатын сөз, нақты қазақ сөзі. Мысалы үшін орысшаға аударам деп едім, мен бір кезде осы сөзді тура аударма, мындай бүкіл бұл сөздің мағынасына келетін бір сөзбен аударманы таба алмадым. Честь, репутация тағы да ағылшынша сөз. Сөйтіп келтіруге болады, а бізде қазақта ол сөз бар, толық мағынасымен түгелмен. Қазақта сөз бар, қоянды қамыс өлтіреді, еркекті намыс өлтіреді дейді. Бизнесте қалай көмектесуі мүмкін? Өте үлкен көмегі бар. Бірдеңе ашам десең, намысты болу керек. Бірдеңе аштың ба? Бітті. Бір сүрінесің. Міндетті түрде бизнесте сүрінбейтін адам болмайды. Бір сүрінесің. Артқа кетіп қалуға болады. Ойбай, болмады, үйтті, жаптым, кризис болды, анау болды, клиент болмай қойды деп неше түрлі айтуға болады, әрине. Көп ойлап табуға болады, неше түрлі себеп жауып тастау үшін, артқа кету үшін. Бірақ сен намысты болсаң, сен ешқашан артқа кетпейсің. Тұрасың, тізеңді түсіртесің, әрі қарай жүресің. Екінші рет қоясың, үшінші рет қоясың. Басыңды да соғасың. Лейкопластыры бар, жабыстырасың, әрі қарай жүресің. Намыс. Сосын әрі қарай тағы да намыс деген құндылық маған қалай көмектеседі? Мысалы үшін кризистің енді неше түрлісін көрдім. Аттарында ұмытып қалдым, бізге келген кризистердің түгел, жаңағы қаржы кризистері, дүниежүзілік кризис, 98-дегі девальвация, 2007-дегі кризис, 2009-дағы кризис, 2014-те тағы да болды. Ой, санай берсең кризистен көп нәрсе жоқ. Әсіресе мына өндірісте, Қазақстанда өндірісте, сауда саттық емес, өндірісте жүрген бизнес, ол жылына 365 күн кризисте бізде. Өйткені өндіріс жасау деген өте қиын нәрсе. И сонда тағы бір кризис басталды дегенде бір қиындықтар болып атады, сырттан естіп атасын, оқып атасын, сол кезде менде бірінші ой қандай шығады? Мүмкін мен таза тек қана бизнесті ойлайтын, пайданы ойлайтын адам болсам, бірінші ой, енді бұл жыл, алдымыздағы жылда енді пайдам азаяды ғой, былтыр миллион теңге болып еді, енді мұншамаға түсіп қалады ғой деп ойлаған мүмкін дұрыс шығар, мен бірақ ешқашан өйтіп ойламаймын. Менің бірінші ойым, мынау дағдарыс келіп жатыр, жан-жақтан түгел шулап жатыр. Өзіміз де көріп тұрмыз. Сонда бұл дағдарыс мен адамдарды қысқартуға себеп бола ма? Бұл дағдарыс адамдардың еңбегін қысқартуға себеп бола ма? Алла, ондан сақта деп, ең бірінші маған келетін ой сол. Өйткені ана адамдар, бизнестің түгелі, байлығың түгелі, мына қасыңдағы адамдар, саған сеніп келген адамдар. Ең бірінші ойым мен сол болады. Әрдайым сол қаншама кризис болғанда, бұлардың түгелі міне жүздеген адамдар бар. Маған сеніп келді бұл жерге. Менің жасаған жаңағы тіршілігіме, жаңағы мен жасаған фирмама соған сеніп келді. Осы жер міне тұрақтылық бар. Осы жерде тұрақты еңбек етеміз. Осы жерде адал еңбек етсек, ай сайын, күнбе-күн, 10 күні еңбек ақымызды алып, кредиттарымызды жабамыз, балаларымызға бірдеңе аламыз, жанұямызды асырамыз деген сондай сеніммен келді. Маған сеніп келді. Сол кезде мен отыру керек пе? Ойбай, кризис басталды, енді еңбектерін қысқарт. Ойбай, кризис басталды, енді ананы қысқартамын. Кісілерді қысқартамын 30%, 20% деп.
Сонда мен намыс әкетіп бара жатады да, мен не істеймін, мен ойлана бастаймын, қатты ойлана бастаймын. Әр кризисті, бір жағынан жақсы кризис негізі. Кризис деген негізі мүмкіншілік дейді ғой. Өзіңді дамытады. Әр кризисті мен жаңа бірдеңе ойлап табамын. Не жаңа сауда каналы шығады, не жаңа бір өнім шығады, не жаңа бір жобалар шығып жатады басқа. Сосын 2008-дің кризисінде ғой деймін, әдейі өзімше не берген, жарнама берген. Бүкіл жерде қысқартып жатыр жұмыскерлерді. Біз алайын деп жатырмыз, қосымша мындай мамандықтағы кісілер керек деп. Кішкене мақтаншақтық та болды ол жерде әрине. Өзімше оны да реклама қылып қойдым. Сөйтіп шын 2007-2008-дің кризисінде біраз адамды жұмысқа алып, тіпті ұлғайттық, үлкейттік фирманы. Сол қазақи құндылықтардың бірі маған пайдасын келтіріп отырған, сосын мына фирманың өсуіне, пайда болуына, өсуіне себепші болып отқан сол намысшылдық қазақи құндылықтардың бірі. Жалпы қазақи құндылықтар болса, айтсақ, мен өте көп қолданады екенмін. Мен әдейі әрине 23-22 жасымда жаңа бизнесті бастаған кезде, одан кейін де 30 жасымда бүйтіп ойланып отырған жоқпын. Қандай қазақи құндылықтарды мен жұмысымда қолданамын деген ондай ой болған жоқ. Құндылық деген нәрсе ол жүректе бар нәрсе, ол қалай да болса сеніңмен бірге болады. Қай жерде сенсің, сенің құндылықтарың. Сенің қасына сенің құндылықтарыңа сай адамдар жиналады. Сенің құндылықтарыңа сай емес адамдар кетеді ақырындап. Сен өзің мысал үшін бір қымбат машина алуға, қымбат үй алуға, алтын сағат неше түрлі, $100,000 сағат, ондай адамдарды да білемін, мен көргім. Сондайды тағатын, керемет бір қымбат киім киетін сондай адам болсаң, қасыңа сондай адамдар жиналады. Ақшаны жақсы көретін, материалдық құндылықтарға берілген сондай адамдар жүреді. Өзің қарапайым болсаң, жұмысқа беріліп жүрсең, жаңағы ең басты ойың, маған сеніп келген адамдар, мен солар үшін жауаптымын, олар аманат маған деп түсінсең, сенің қасыңа сондай адамдар жиналады. Құндылықтың маңыздылығы осында. Ондай адамдар жиналғаннан кейін, әрине, қайда кетеді сенің ашқан кәсіпорын? Тек қана дамиды. Өйткені түзу, құндылығы түзу, дұрыс, сондай адамдар жиналды қасына. Ниеті бір дейді. Ниеті бір, иә. Жаңағы керемет бизнес тренерлардың оқытатын сол управление ценностями, құндылық арқылы басқару деген сол екен. Мен ондай нәрселерді алдын ала ойластырған емеспін. Әрине, кейін мына сұрақтар қоя бастағанда сол кезде анализ жасап, өзім сондай жауаптарды енді тауып жатырмын. Неге бұл болды деп. Негізі жұмыс істеп жүргенде, күніне 16 сағат, 18 сағат жұмыс істеп жүргенде, 25-30 жасында ондай нәрселерді ойлауға да уақыт жоқ қой. Ешкім бізді үйретіп жатқан жоқ. Ешқандай тренинг, андай-мындайға барып жатқан жоқпыз, білмейміз ол немен екенін. Бірақ сол бар екен қалай да болса. Сосын жаңа қазақи құндылықтар, намыс дедік, одан кейін қазақтың сөздері бар. Мысал үшін, би екеу болса, дау төртеу болады дейді. Ол қазақтың сөзі. Ол мына басында тұрғаннан кейін, бала кезінен оқыдың бір жерде, әкеңнен естідің, әжеңнен естідің, шешеңнен естідің, мысал үшін. Сондай қазақтың бір тарихынан көрдің бірдеңені оқыған кезде, сол басында қалса, сен оны өзінің бизнесте қолданады екенсің. Би екеу болса, дау төртеу болады. Ол не демек? Мысал үшін, сіз екеуміз доспыз. Университет жаңа ғана бітірдік, керемет, қызыл диплом қалтамызда, Гарвард. Ал екеуміз бірге бір жоба ашайық, ақылдымыз ғой, Гарвардты бітірдік, Қазақстанға келдік, мына жерде бірдеңе ашайық, аштық, жақсы. Енді екеуміз ортақпыз ғой. Әкелерімізден ақшаны алдық, өзіміз тапқан ақшаны салдық, сол жерге екеуміз ортақпыз, бастадық. Екеуміз де бастық болғымыз келеді ғой. Кім бірінші? Екеуміз бірдей боламыз. Сосын келісеміз, 50-50, сөйтіп басқарамыз. Бітті. Ол фирма бітеді, құлайды, өледі. Гарантия. Күнді дау. Өйткені күнді дау. Өйткені 2 би, 4 дау болады. Әу бастан екеуміз келісу керек. Біреуіміз бастық. Шешімді қабылдайтын сол соңғы шешім. Сіз мысалы үшін бастық деп келістік, мен өз пікірімді айтам, сіз өз пікірімді айтыңыз. Бір мәселе бойынша мысал үшін. Ақшаны мындайға саламыз ба, мынаған саламыз ба, жаңа бір өнім шығарамыз ба, жоқ па, тек қана сауда жасаймыз ба деген сондай мысал үшін ой бірдеңе болып жатады. Сол кезде ойымыз түгел айтылу керек сол жерде. Одан кейін бір ғана адам шешім қабылдау керек. Сонда мен мысал үшін әу бастан маған жаңа қазақтың сөзі көмектесті. Би екеу болса, қазақтың даналығы, дау төртеу болады дейді. Сосын тағы көмектесетін нәрсе деппін ғой, қазақи құндылық, адалдық әрине, адамға адал болу керек. Мұсылмандық құндылық бар. Пайғамбарымыз айтқан, хадистардың бірінде бар дейді,
қолында істеген азаматтың арқасындағы көйлегіндегі терісі қатпай тұрып, кеппей тұрып, еңбегін төледі. Тағы да, соны білсең, сол сөз сенің құндылығың болса, жүрегіңде болса, соны сен қолдансаң, сондай бола алсаң, ақысын жемеу, уақытында төлеу деген, әрине, сенің қасында адалған адам жиналады. Әрине, сені алдайтын адамдар кетіп қалады. Өйткені мына жерде олар сияқты адам жоқ болғаннан кейін әрине кетіп қалады. Сосын мейірімділік. Енді мындай сөз болуы мүмкін ғой, бизнесмен адам алдында қатты болу керек. Бір әдемі сөз бар ғой, жесткий болу керек дегендей. Мындай советтік құндылықтар бар, советтік басқарудың құндылықтары. Бала кезімізде оқыған кезде, мысалы үшін кітаптан да мында кездесіп жатады ғой, бірдеңе. Держать в ежовых рукавицах дейді. Ол не демек? Кірпінің терісінен жасаған қолғаптап өйтіп ұстау дегендей. Сосын тағы да неменен сөз бар еді. Метод кнута и пряника дейді. Бір тоқаш беріп отыр, бірақ арасында ұрып отыр, қамшылап отыр дейді. Оның түгілі маған ешқашан ұнамайтын осындай сөздерді, өйткені менің құндылығым басқа деген сөз. Ол сөздер ұнамаса, мен ешқашан оны қолданған емеспін. Жас кезімде де, қазір де. Маған ұнайтын нәрсе мейірімділік негізі. Тағы да қазақи құндылық. Неге қазақи деп айта аламын, мен өз басым мысал үшін бірталай үлгілер бар. Дәл сол құрт туралы оқиға. Құртты дәл сол Алжир түрмесінде, лагерде қазақтар келеді да құртты лақтырады. Сол оқиғалар, мысал үшін менің жадымда қалған, басымда қалған, жүрегімде қалған. Қазақ мейірім болған өмір бойы, и сол мен мейірімді болған, и сол мейірімділік, егер қазақи мінезіңде сенің қалса, ол саған тағы да бизнесте көмектеседі. Сен адамға өйткені мейірімдісің, адалсың, әрине тағы да бизнесің дамиды. Ол тағы да плюстары ғана болады. Осы енді қызметкерлермен қарым-қатынас барысында осындай бір оқиғаларды естіп қаламыз сізден. Жалпы былтырлары бір кісі сіздер туралы бір лақап әңгіме таратып, оны да бір артынан тату басып кешіріп. Өтірік әңгіме тарқатып, одан кейін іздедік, әрине табу алу деген намыс әкетіп бара жатыр ғой. Біз туралы неге намыс деген құндылық бар ғой, жаңа ғана айттым. Және өтірік сөз айтады. Міндетті түрде табу керек деп, жаңағы полиция қызметкерлерімен түгелімен сөйлесіп, жазып, жазатын жерге түгелін әйтеуір ұстасақ, сосын мен ойлаған бір жауласып жүрген бір болмай, өз бетімен дұшпан болып, немене дегендей қызық көргім келді. Сосын көрдік, келді. Полиция ұстады, бір күн қонып шықты сол жақта, әйел адам. Одан кейін күтіп отырдым енді. Адвокат андай-мындай пайда болатын шығар, бізге шығатын шығар деп. Үндемей отырдым, полицияға да барған жоқпын ешқайда. Мен кек алуға бару керек па, сол жерге ойбай ұят емес пе. Сосын бір күн хабарластым, 2-3 күннен кейін. Кездесуге боламын, былай мына кісілермен келіп. Жарайды, келіңіздер. Осы жерде, осы кабинетте шайдан деп қойдым. Олар келген кезде. Шақырды, бір әйел адам. Жолдасы бар, жолдасы өте қарапайым жігіт, басын түсіріп, бүйтіп отыр. Адвокатпен сөйлестік, сосын мен сұрақ қойдым. Қалай, не үшін істедік? Ақымақтықпен жасадым, я по глупости это сделала, кешіріңіз, жылап, бүйтіп. Жолдасымен бөлек кабинетке шақырып, жолдасымен сөйлестім. Білу үшін. Бұлар өтірік айтып отыр ма маған, арамдығы бар ма екен, немен екен. Бірақ 20 минуттың ішінде түсіндім, сол әңгімелескеннен кейін өзімен де, адвокатпен де, жолдасымен де бөлек. Түк арамдық жоқ, сол ақымақтық, өзінше естіген бір өсекті сөйтіп таратқан. Тарап кеткен сол әңгіме. Иә, сөйтіп тарап кеткен. Негізі әрине ақша жағынан өте үлкен шығын болды. Өте үлкен шығын болды. Сауда азайып, өзі жазда күн шығып тұрған кез, былайда сауда жоқ. Ол да азайып, өте үлкен шығынға негізі біз душар болдық. Сосын не істейміз енді? Кек алып, жапқызамыз ба, негізі штраф болуы мүмкін, 2 айға жабылуы мүмкін, статья бірдеңе деп адвокатты, полиция түгел айтты. Ойбай, обал болар. Тағы да қазақи құндылық, обал болады дегенде. Адам болсын, мал болсын, біз айтамыз, сондай сөз бір обал болады деп. Сөйтіп, бірақ бір ғана шарт қойдым. Пресс-конференция жинаймыз, сіз айтасыз, что осындай ақымақтық болды. Кешірім сұрайын деп, соны айтыңыз, елін түгел соны есту керек деп. Соны ғана дейді, кешірім бір тиын сұраған жоқпын, жаңағы шығындарымды үйт бірдеңені тартып алам деп. Енді оның риза болған соншалықты, енді басқа ұлттың адамы, орыс па сол, әрине ішіп жатыр, сосын енді орысқа тән емес жағдай ғой негізі, бірақ шешесінен сәлем айтып маған
риза болып отыр, жылап отыр шешем, сізді қонаққа шақырып отыр, жанұяңызбен бірге келсеңіз балалармен біздің үйге қонаққа деп қонаққа да шақырды. Сонда қазақшылықты сөйтіп көрсеттік. Сол кезде мына жерде отырған кезде жаңағы шай іштік, бүйтіп содан кейін мен жаңағы әңгімені айтып бердім құрт туралы. Біз сондай халықпыз негізі, біле жүрсін деп бүйтіп. Құндылығымыз сол дегендей бүйтіп. Кешірімдіміз, мейірімдіміз дегендей сөйтіп айтып бердім. Адвокат таң-таң болды. Қазақ адвокат ол бірден оны түсінді, әрине. Әр қазақтың жүрегінде қалай да болса бар ғой. Ана кісілер енді аң-таң болды. Шешесі жылап еңіреп. Сөйтіп қонаққа шақырды. Өкінішке орай уақыт тауып бара алмадым. Бірақ татуласып бәрін қойып. Иә. Енді мынандай нәрсе бар ғой, осы бас кезінде дейді, бизнес бастаған кезде, адам аз болған кезде игеру, өзінің құндылықтарын оған сіңіру оңай дейді адамдарға. Кейін көбейген сайын танымайтын адамдар көбейеді, жұмысқа алынады. Оларға қанша дегенмен клиентпен кездесетін сол адамдар, дүкенде тұратын адамдарыңыз, сататын адамдарға сататын адамдарыңызда сіз кездеспейсіз барлығымен дегендей. Сол құндылықтарды корпоративтік мәдениет дейді, барлық адамдарға жеткізу, өзіңіздің құндылықтарыңызды бірдей бір тыныспен ұстау деген қаншалықты қиын мысалға. Және ол туралы қандай шаралар қолданасыздар, мысалға бонустар бола ма, жаңағы премиялар бола ма дегендей. Адалдық үшін премия ма? Басқа да ынталандыру мақсатында осыны жалпы. Білесіз бе, мен бір атақты бір әйел болған. Өкінішке орай қазақ емес, ағылшын. Маргарет Тэтчер. Сол кезде бір журналистер сұрапты. Жемқорлықты қалай жеңуге болады депті. Мемлекетте. Мүмкін бе? Енді өте бір әйгілі адамдардың бірі ғой, мемлекет басқарған әйел басымен. Сонда айтты, ол өте емес депті. Өте жеңіл нәрсе депті. Жемқорлықты жеңу деген мемлекеттің ішінде. Сен, мысал үшін, премьер-министр болсаң, оларда премьер-министр бірінші адам. Сен қасыңа 10 адамды, сенен кейін мемлекетті басқаратын 10 адамды дүзу, адал адамды алу керек. Бітті депті. Өзің жемқор болмай 10 адамды алу. Иә. Одан кейін олардың 10 адам алады ғой, әрі қарай жаңағы өздерінің орынбасарын алады. Ол да сондай адамды алады ғой. Қайда кетеді? Өзі таза болса, ол бұндай жемқор адамды алмайды ғой. Әрі қарай да солай кете береді. Сол себептен жаңағы қарапайым мемлекетте жұмыс істейтін кім деуші еді? Шенеуніктер, солардың түгел сонда дүзу адам болып кетті дейді. Маған осы қарапайым бір ғана үлгі болды, осы формула маған үлгі болды, шын солай. Енді жаңа сіз айттыңыз, фирманы жаңа ғана бастаған кезде, сол кезде фирма, сенің бастаған фирма, ол сенің құндылықтарың бітті. Ол сенің құндылықтарынан тұрады, қалай да болса. Бір адамды алдың жұмысқа, 2 адамды, 3 адамға, 5-ші адамды алдың, 5-ші адаммен қателік болып шықты, ол ақырындап не кетіп қалды, не сен кетірдің, өйткені ол басқадай адам болып шықты. Келіп, мысал үшін, мен жерде бір жымқырып, бірдеңе ұрлайын, үйтейін, а мына 4-і оған келіспейді ғой. Бізде олай болмайды дейді. Ол кетіп қалады екен, 6-шы, 7-ші аласын. Сосын осы адамдардың қасына басқалар жинала береді ғой. Одан кейін адамдардың көбейіп кеткенде сен өз фирмаңның, мысал үшін, 60%-ын танымайтын боласың. Танымайсың, көшеде кездесең танымайсың. Ол айтып отырады, мен сізде жұмыс істеймін, мұндай жерде деп бүйтіп. Сол кезде әрине қауышып амандасып жатасың. Бірақ жаңағы құндылық өз жерден кеткеннен кейін ол түгеліне барады, қалай да болса, түгелін жүрегіне сіңеді. Мысал үшін бір жерде өте жақсы бір не болды, әсер алатын бір жағдай болды. Бір жерде спикер болып отырмын, кәсіпкерлер. Әңгіме айттым, өзің айтқандай, әскерде жүріп, бір кішігірім бизнес жасағам деп елді күлдіріп, ана әңгімен бір 2 сағаттай әңгіме болды, одан кейін сұрақтар басталды. Сосын бір жігіт тесіліп қарап маған тыңдап отырған, мұқият тыңдап отыр. Арасында көзіммен кездесіп қалады да, мен былай кетемін, өйткені тесіліп қарап отыр да, қызығушылық танысып отыр. Сосын бірақ та жаңағы жігіт сұрақ қоюға бола ма деді. Не деп сұрайды екен дедіңіз ба? Жақсы жарайды, қойыңыз дедім. Сосын жаңағы бастаған, менің қарындасым сізде жұмыс істейді дейді. 2 жыл болды дейді. Дедім, сосын күлдім ана жерде. Енді мына кісі онда нәтижені менің компаниямда ішінен түгелін біледі, қазір шындықтың түгелін айтады, мен жерден кетіп қалайын деп елді бір күлдірді. Бірақ қойған сұрақ, ана жігіт күлген жоқ. Қойған сұрақ, менің қарындасым 2 жыл бұрын сізге жұмысқа барды дейді. Қарапайым жұмыста мерчендайзер деп жұмыс істейді дейді. 2 аптадан кейін сіздің компания туралы, компанияның өнімдері туралы әңгімені айта бастады дейді. Күнде кеш жақын тамақта
екеуі де әке шешесімен тұрады екен, жастар. Ағасы да және қарындасы да бізде жұмыс істеген. Күнде кеш жақын кешкі аста сіздің тағамдар туралы айтып, басқа тағамдарды ешкімді тақатпай, екі қап депті. Одан кейін сөйтіп әңгіме дейді. Одан кейін жалпы өзіңіздің компанияңыз туралы айта бастады дейді. Қандай керемет ана жерде адамдар, қандай біз өзіміз тату тәтті тұрамыз сол жерде, сөйтіп айта бастады. Одан кейін қонақ шақырған кезде міндетті түрде сондай әңгімелер дейді. Көршінің үйіне қонаққа барсақ міндетті түрде сол әңгімелер қарындасымызда. Шаршадық дейді. Күліп айтты, оның кішкене жымиды. Шаршадық дейді. Енді сіз айтыңызшы дейді. 2 жыл болды, әлі күнге дейін әңгіме біткен жоқ дейді. Енді сіз айтыңызшы дейді. Сізде гипноз жасайсыз ба дейді. Или зомбиландырасыз ба дейді. Ана жерде не жауап беретінімді білмей қалдым мен. Мен біріншіден ол қызды білмеймін, өкінішке орай. Андай қыз берілген фирмаға деген, сондай берілген қыз бізде жұмыс істейді екен, бірақ оны мен білмейді екен. Өте өкінішті. Бір танысам енді, бірақ атын да сұраған жоқпын әдейі. Мен түгел сондай деп ойлап жүре берейінші деп. Мүмкін түгел ондай емес шығар. Негізі танысқым келеді ол қызбен, кейін бір қатты қуанды. Бүкіл елдің көзінше андай сұрақ қойылған кезде әрине қуанасың. Бір, екіншіден таңғалатын ештеңесі жоқ. Мәселе тағы да құндылықтарында. Егер өзің түзу адам болуға тырыссаң, бір қателіктерің өзіңнің бар, міндетті түрде әрине қателіксіз, пендешіліксіз адам болмайды. Бірақ оларды өзгертуге тырыссаң, адамға адал болсаң, қайсысымен кездессең де мына жерде амандасып сөйтіп жүрсең түгелімен басшыма, қарапайым бір жұмыскер ма, маған бәрібір түгел бірдей. Сөйтіп жүрсең, әрине сондай адамдар болады. Сондай жүрегінде сондай жақсылықтар бар нәрсе, сол жақсылық оянады. Тағы да қазақтың бір құндылығы жамандықты жасыру, жақсылықты асыру дейді. Мені әкем де, шешем де сөйтіп сондай құндылықтармен тәрбиелеген. Меніңше сол бизнестің, менің бизнесім жетістігі сол әкем мен шешемнің берген тәрбиесінде шығар. Қазақтың тарихын сүйгенімде шығар, қазақтың әдебиетін оқығанда шығар. Меніңше содан шықты. Өйткені жаңағы әкемде де шешемде де сондай құндылықтар, соны айтып отыратын жаңағы. Жамандықты жасыра білу керек, жақсылықты асыра білу керек деген. Басқа өзіңдікін емес, басқа кісілердікі. Жақсылығын асырып айт дегендей сондай. Иә. Ол да құндылық. Енді мынау бір аңыз қылып айтып жүреміз ғой, енді барлық кабинеттердің маңдайшасына қазақша жазып қояды екен, нәтиже компаниясында деп. Жалпы бір ұлттық құндылықтарды ашық жарнамалайсыз дегенмен, бұл бір ұлтшылдық ретінде көрініп, жаңағы басқа ұлттарды жек көру ретінде де көрінбейді. Олармен де басқа ұлттарға да ешқандай жек көрінішіміз жоқ. Тоқтаңыз, сіз әдебиетшісіз ғой. Мына сөзді айтыңызшы. Өзіңді сыйласаң, жат жанынан туылсын. Қалай? Өзіңді өзің сыйла, жат жанынан туылсын дейді. Иә. Дәл сол сөз негізі шын екен. Тағы да қазақтың бір даналығы. Иә, біз өзімізді, ұлттық дәстүрлерімізді, тілімізді, дінімізді сыйлаймыз осында. Әртүрлі ұлт өкілдері бізде жұмыс істеп отыр. Ана жол бір қызығып сұрап едім, ұлт жағынан бізде қалай екен дегендей тізімді беріңіздер деп. Орыс, Украина былай тұрсын, неміс, удмурт, ұйғыр, тағы атын қалдым бірден ұлттар бар, мартыға, татар болса, болмаса әрине көп ұлт бар екен. Енді ешқайсысы бір ренжіген емес. Неге біз тек қана мысал үшін жаңа жыл ретінде, үлкен корпоратив мерекесі ретінде тек қана Наурыз өткіземіз деп ешқайсы ренжіген емес. Ақырындап неше жылдың ішінде жаңа 31 декабрьдағы жаңа жылды біздің басқа ұлт өкілдері орысында Украина түгел ұмытып кетті. Дайындалмайды, менсінбейді. Наурызға дайындалады. Наш Наурыз, мы к Наурызу готовимся деп сондай әңгімелер естіп жатасың. И дәл сол басқа ұлт өкілдері сол Наурызға дайындалғанын қалай көрсеңіздер, мына жерде басқа ұлт өкілдері өз беттерімен менің айтуыммен емес, жоқ, ондай нәрсе, мұндай немен жасалмайды, мұндай командамен біз. Олай істемейміз. Өз беттерімен Нұрасемге барып, прокатқа алып, қазақтың көйлектерімен, қазақтың шапандарымен басқа ұлттар шауып жүрген кезде, жаңағы үлкен бір ресторанда, театрда бір жерде өткіземіз, мысалы үшін, өз беттерімен сөйтіп жүрген кезде, маған жақын үшін емес. Мен оны кәміл сенемін, оны білемін, өйткені олардың түгел біледі. Маған жақыну, жағымпаздану, қасыма тақау сөйтіп деген былай
пайдасы келмейтін нәрсе. Өтпейтін. Ешқандай өтпейді. Ешқашан олар түгел біледі оны. И өз беттерімен жаңағы біздің біріншіден біздің мейрамымызды сыйлайды. А неге мейрамымызды сыйлайды? Өйткені біз басшы ретінде өз мейрамымызды өзіміз сыйлаймыз. Өзіміздің қазақшылығымызды, қазақ екенімізді сыйлаймыз. Қазақ тілін сыйлаймыз. Талай орыс, мысалы үшін бүгін сіз бағана бір дүкенімізге екеуміз кездестік. Біздің дүкенде сол жерде көрдіңіз бе жоқ па? Бір қыз, орыс қыз, әп-әдемі тұрды, бір орыс жігіт ар жақтан келді. Анау жігіт ассалаумағалейкум деді, анау сәлеметсіз бе деді. Ешкім оларды зорлап жатқан жоқ. Ешкім. Мен жауапта, ой, привет дей салуым мүмкін, мысалы үшін. Сөз жоқ. Ешкім зорлап жатқан жоқ, просто ол сыйлаған. Тағы да жаңағы қазақтың сөзі. Өз-өзіңді сыйласаң, басқа да сыйлайды. Өз-өзін жаттай көр, жат жанынан түңілсең кедейін. Иә. Енді соны бір кейбір адамдар бір өзінің ұлттық құндылықтарын жақсы көрсе, басқаларға деген бір жеккөрініш деп қабылдайтын сияқты. Негізі соның ара жігін ажыратып. Ол өте мындай жұқа нәрсе, ол өте жұқа материя, өте жіңішке, өте байқау керек, былай бір жаққа кетіп қалуға болмайды. Бірақ сенің абыройың болса, басшы ретінде адам үшін сен еңбек етсең, жаңағы адамға адал болсаң, солар үшін еңбек етсең, ақша табу үшін емес, әйеліңе бір бриллиант сатып алу үшін емес, астыңа бір Lexus 570 бірдеңе алу үшін емес, солардың табысы үшін, табысы өссін деп, солар дамысын деп, соған еңбек етсең, олар сені міндетті түрде сыйлайды. Өйтіп қарамайды. Мысалы үшін осы жерде міне осы жерде мына нелерді істеттік. Не деуші еді? Өртке қарсы бірдеңелерді істеді. Сол фирма келіп өздері істеді. Орыстардың фирмасы келіп істепті, жақсы істеді. Енді жұмысты қабылдауға мені шақырды біткеннен кейін. Келсем, ана жігерін жіберіп қойды, маңдайшаға, бүкіл маңдайшаларға түгелімен. Қазақша. Выход. Да. Бөтен фирмаға келдім. Мен қарадым да. Это не пойдет дедім. Я русский читать не умею, әдей күлдім, әдей кішкене акцент қылып бүйтіп. Кешіріңіз, извините деді да. Ертеңінде келіп өздері басқасын сатып алып түгелін ауыстырып берді. Мысалы үшін шығыл деді, мысалы үшін. Қызмет көрсетіп тұрған. Олар қызмет көрсетіп, бірақ ренжіп, маған бүйтіп қарап, бүйтіп, ойбай, мынау ұлтшыл екен дегенде ондай не болған жоқ, түсінікпен қарады. Тағы да олар көрді жерде өзін сыйлайтын адамдар жұмыс істеп жатыр деп, өз тілін сыйлайтын. Мысалы үшін мен Россияда жұмыс істеп жатсам, фирмамды Россияда жасам, міндетті түрде выход деп жазамын жерге. Олардың тілі, мен оларды сыйлау керек міндетті түрде. Осы жерде былай шығу деп қазақша жазып қойғанда, ол дандайсыған болып, сондай болып меніңше саналып кетеді. Ол деген тағы да болмайды. Жергілікті оларды сыйлау керек өзі. Сосын жаңағы тағы да айттым ғой. Мен мына адамдарды басқару жүйесінде маған көмектесетін тағы да сол бала кезімнен қазақтың тарихи романдарын түгелін оқығандарым қатты көмектеседі негізі. Мысалы үшін біз кеңесіп отырған кезде негізі советтің менеджменті қалай үйреткен бір бастық бар. Ол түгелін біледі. Ол бүкіл ой пікірін айтады. Ол шешімін айтады. Басқалар түгел исполнитель. Басқаларын түгел тек қана орындау керек, түгел бүйтіп отыру керек бітті. Негізі советтің ренжімесін, енді совет заманында өскен, совет заманында жүрген, басшы болған адамдар көріп отырса ренжімесін, ол шындық. Совет заманында бір шетін көріп қалдым, жиналыстарында көп жерде болдым, комсомолдың ішінде бір белсендінің бірі болдым, көбісін көрдім ол жерде. Сол себепті мен өтірік айтып отырған жоқпын, білмейтін нәрсемді айтып отырған жоқпын. Сондай болған негізі. Сол қалыптасып қалған сондай, әлі күнге дейін сондай аурулар бар негізі. Бірақ менде жоқ екен. Өйткені жаңағы жиналыс бірден өткізсек, біз міндетті түрде пікір алысып отырамыз. Әр адам өз ойын айту керек, айта білу керек. Қарап отырсам, жастардың өзі міне алды 40-қа келіп қалды ғой, міне басшылар. Бір кезде 20 жасында, 25 жасында осы қасымда жұмысты бастап, қазір міне басшылар болып отыр, 40 жаста, 35 жаста сондай жігіттер. Оларда сондай не деген жоқ жаңағыдай. Тыңдап отырып, бастық, сэр, бастық сіздікі дұрыс деген жоқ. Өз ойларын алады, айтады, маған қарсы шығады. Бұлай әрине әдептілікті, мәдениетті сақтап, сөйтіп қарсы шығады. Жолымен. Сіздікі, жолымен, түгелмен. Бұлай істесек қайтеді, меніңше сіз айтқан пікірде мұндай осал жерлері бар. Мен оған қуанам. Ал енді 45-тен асқандар көбісі бұрын әсіресе көп менде жұмыс істейтін, кейін зейнеткерлік демалуға кетті. Мысалы үшін технологтар, инженерлер түгелі. Олар түгел сол кезден үйреніп қалған, бүйтіп отырып түгеліне. Сен айтқан түгеліне құп деп отырады ғой. Түрлері сөйтіп отырады құп деп. Өз пікірін үйренбеген енді айтуға. Ал енді қазақи роман дедік жаңағыдай. Қай қазақи роман бізді пікір алысуды үйретеді? Жай болмаса. 12 жасымда оқығам.
орыс тілінде оқыдым. Одан кейін 16, 17, 18 жасымда ма, сол жастардың бірі қазақшасын оқып шықтым. Зейін Ақышев. Иә, Зейін Ақышевтың жазғаны керемет роман ғой. Сол кезде Шорманның Мұсасы, қазіргі Қазақстанның жартысын басқарып отырған Баянауылың, Павлодарың, Төлін, сол жақтан бастап осы Арқаның жарты жерін басқарып отырған сол Құнанбайдың ар жақ бер жағы ғой. Сол бір күні неге дайындалады? Енді қазіргі тілмен айтсақ, үлкен корпоратив, көп кісі келу керек. Оның ішінде жандаралдар болу керек, генерал-губернатор Омбыдан келу керек. Сондай, сосын кім келу керек? Қазір сізге айтайын, князь бірдеңе, Петербордан біреу келу керек. Жаңа патшаның туысы, інісі ме, бірдеңесі, великий князь дейді ғой, құдай сақтасын. Солар келу керек. Сол кезде ол дайындалады. Сол кезде дайындалған нәрсесін киіз үйде отырып жиналыс өткізеді. Соны оқып отырсаң, қазір оны бізде американдықтар өзінше бізге үйретіп жатыр, жаңа бизнес тренер. Мозговой штурм деген не демек? Бірнеше миды қосып, әр адам өз пікірін айту керек. Көп ми бір жерге бір ми болып жиналу керек. Мағынасы сол. Ана жерде сол мозговой штурм өтті емес пе? Інісін шақырды ма, Мұстафаны болыс болып жүрген шақырды. Басқа туыстарын шақырды ма, ақсақалды шақырды ма? Енді ең қызығы 19 ғасырдың ортасы. Қазақи қоғам, келіндері отырды сол жерде. Сосын бір келіні, атын ұмытып қаптым, жақсы ақыл кеңес берді. Қалай қарсы алу жағынан мына жұмысты қалай істейміз, бәйгіні қай жерден нетеміз, бүйтеміз, ақылдасып сол кезде. Сосын Мұса отырып, жаңағы келіннің сөзін қабыл алды. Мына келіннің сөзі дұрыс екен деп бүйтіп. Міне 19 ғасырдың ортасында қазақтың қоғамының ішіндегі демократия біріншіден, екіншіден мозговой штурм. Миылы шабуыл дей ма, менеджмент деп осындай. Мен мысал үшін, міне сақадай сай, мына жерде тұр осындайдың түгелі. Дәл сол билер, сосын жаңағыдай әрине сөйтіп ақылдасып кеңесіп осы жерде отырған кезде, егер 3 адам, 4 адам дауласып бүйтіп сөйлесе бастаса, одан нәтиже ешқандай шықпайды. Тағы да қазақтың билері жиналған кезде сондай дау бірдеңе жұмыс болғанда қалай істеген? Оны мен осы қазақтың театрында көргем осыдан бір 15 жыл бұрын. Айман Шолпан ба, Еңлік Кебек ба, Еңлік Кебек қой деймін. Отыр ақсақалдар, бүйтіп біреуі бар, сөзді бастайтын. Қазіргі тілмен оны модератор дейміз. Басқалар енді кезекпен сөйлесу керек қой. Түгел сөйлесе қазір не қалады? Сол үшін модератор сен сөйле дейді. Мысалы үшін Арман сен сөйле дейді. Арман не істейді? Бөрігін бүйтіп қояды да ортаға қамшысын жасайды. Арманның қамшысы ортада жатқан кезде ешкім сөйлемейді, тек қана Арман. Одан кейін модератор айтады, қамшыңды алды, екіншісін айтты. Міне, ал. Міне, кәсіби мозговой штурм деген осы, кәсіби пікір алысу, талқылау. Міне, спикерларды кезек-кезекпен қойып қойды бір модератор. Керемет емес пе? Содан мен үйренгенім сол, мен ешқандай бизнес школға барған емеспін. Енді қабырғада жазуларды көріп отырмыз, жалпан жақта бір кітаптар тұр екен, оқуға деген құмарлық өзіңізде бар екен білеміз енді. Кейінгі өзіңіздің қол астыңызда істейтін кісілерге деген соны үйрету жағы, тәрбие жағы қалай. Бұның бәрі енді бекер тұрған жоқ қойды. Иә. Мыналар неден шықты осы ой? Біріншіден мұндайды мен ешқай жерден көрген емеспін. Шетелге бір жерге барғанда мындайды біреуден алдым деп айта алмаймын. Өз ойым. Бұл неден шықты? Тағы да айта кетейін, бизнес бойынша бірдеңе оқып қалған, соншама қатты керемет ештеңе жоқ. Бірақ кітапты өте көп оқыдым. Сол себептен шығар маған осындай бір қысқа бір нәрсені оқысам, маған сол жетерлікті. Мысалы үшін, бұл жерде Роберт Саттан дегеннің сөзі жазылып тұр. Көбінесе қызметкерлер компаниядан емес, басшылардан кетеді, бітті. Маған осы бір сөз жетеді. Или менің миымның қалыптасқаны сондай ма, ойлау қабілетінің қалыптасқаны сол ма, бітті. Бұл туралы бір үлкен бір дастандарды оқып маған керегі жоқ, бітті. Мен осы сөзді, қысқа сөзді әрі қарай өзім-ақ дастан қыла аламын. Осы сөзді мен бір сағаттық жиналыс қыла аламын, мысалы үшін талқылау, үйту, өзім бір жарты сағат сөйлеу дегендей бітті. Маған жетеді сол. И көп сөз бар сондай. Идея важная, реализация бесценна дейді. Ақтауылдан шебер болған адам басқа ештеңеден шебер болмас дегендей. Сосын мен ойладым, егер маған осындай бір сөз, қысқа да нұсқа сөздің мәйегі ғой мына жерде,
маған көмектессе басқаларына да көмектесіп шығар. Сол себептен осы компанияда өстіп міне әдемілеп бір дизайнерларды шақырып мына сөздің түгелін бір жылдай өзім жинадым. Андан алып мындан алып ең нағыз маңызды сондай мәйек сондай сөздерді жинап өстіп жазып қойдым осы жерде. Маған көмектессе басқасына да көмектесетін шығар деп. Ол бір. Бірақ қысқа сөзді ғана оқып сонымен ғана жүрсек ойымызда қысқа болып қалуы мүмкін. Кітап оқу керек міндетті түрде. Кәсіби кітап, бизнес туралы, бизнесті басқару туралы, адамдарды басқару туралы дегендей. Кайдзен сияқты мысалы үшін жапондықтардың кітаптарын оқу керек әрине. Үнемдеу жаңағы өндірісті, үнемді өндіріс деген нәрселерді соны түгелін оқу керек. Сол себептен біз не істедік? Бірнеше жыл бұрын кітапхана аштық. 10 шақты жыл оқыған шығар кітапхана. Үйде қанша кітап бар түгелін сатып алған анда-мында кітаптарымды әкеліп қойып мен көп басында бизнес туралы кітаптарды ғана қойғам. Наполеон Хилл, Ли Якобка деген сол бизнес туралы жазған. Немене кім еді ана бірінің аты? Брэнсон деген сондайлар. Одан кейін ойладым. Ерлан дедім, өз-өзіме айттым. Сен өзің айтасың, сені тәрбиелеген, сені кәсіпкер қылған ондай жай кітаптар, қазақи кітаптар, сондай қазақтың тарихы деген, Шыңғыс Айтматовтың мысалы үшін, Мұхтардың сондай кітаптар деп. Неге сондайларды қоймасқа? Сол себептен сондай кітаптарды да қойдым. Сосын жаңағы Аңыз адам деген журналды ол кісілермен хабарластым да, бірінші нөмірінен бастап архивында қанша бар түгел сатып алдым. Неше жылдық, 5-6 жылдық Аңыз адам менде жатыр, мынандай том-том болып кетіп. Соны оқысын деп, өзінің тарихын білсін деп. Өйткені өзінің тарихын білген адам, өзін сыйлайтын адам. Өзін сыйлайтын адам ол жақсы жұмыс істей алады. Сол себептен өзінің тарихын білсін, тілін дамысын, жақсылап мысалы үшін да орысша оқығандар бар, солар қазақша тілін дамысын деп сөйтіп сондай кітапхана жасап қойдым. Сосын бір неде сұраған Астанада тағы да бір спикер болдым, кәсіпкерлер жиналды, 100-ден астам жиналды ғой деймін адам. Сол кезде бір жас жігіт енді ғана кәсіпті бастап жүрмін, айтыңызшы қандай кітап оқу керек деді. Ойлап тұрмын. Ол ойлаған шығар жаңағы ұлы біреулердің мыналардың біреуінің кітабына Генри Кайзер дегендердің кітабын беремін деп, бірақ мен білмеймін де кім екенін. Айтам дедім, жазып қойыңыз дедім. 120 адамды тыңдап отыр. Жазып қойыңыз дедім. Волоколамское шоссе, автор Александр Бек деді. Оны жазып отыр. Бір оқты қарады да басын көтерді. Көзінде сұрақ неге? Өйткені ананың ішіндегі атамыз Бауыржан туралы жазылған, Бауыржан Момышұлы. Ол нағыз құндылықтарға басқару қабілетке үйрететін сол кітап негізі. Мен сол жерде айттым. Иә, бұл бизнес кітап емес, бұл әскери адам туралы кітап дедім. Бауыржан атамыз туралы кітап дедім. Александр Бек деген Москваның жазушысы, атақты жазушысы жазып, сол кітаптың арқасында атақты болып кетті деп. Оның алдында жай журналшы болған былай. Неге оқу керек? Өйткені дәл сол құндылықтар, намыс деген құндылық сол жерде тұр. Неге оқу керек? Өйткені ол жерде ол адамды басқарған. Біз мына адамды басқарғанда, ойбай андай жұмыс істеткізе алмадық, ой мына адамдар сауданы жасамайды, ой мына адамдар тыңдамайды деп бүйтіп өзімізге де, тағдырға да, адамдарға да түгелін ренжіп жүреміз. Ал ана адам ол өлімге жіберді басқа адамдарды. Өлімге. Біздің басқаруымыз оның қасында не ол? Мынандай бірдеңе. Содан үйренеміз. Иә. Біз ақша табуға жүрміз. Бізде мотивация. А онда не мотивация? Сондайлардан үйрену керек. Соны айттым мен, сондай кітапты оқы деп. Сосын енді жаңағы мотивация ретінде өзіңіз айттыңыз кітап оқу дегендей. Бір қызық нәрсе енгіздік былтырдан бастап. Адамдар даму керек. Енді жаңағы кітапханаға кезекпен тұрып кітапханашымыз кітап беруге үлгермей жатыр деп айта алмаймын. Бір аптада бір ашылатын шығар. Өйткені қазір сондай болып кетті, кітап оқу, журнал оқудан алыстап кеттік, түгеліміз. Қысқа телефоннан бірдеңелерді оқимыз, қоямыз. Бірақ қысқа оқыған адам, ол қысқа ойлайтын адам болады, ол дамытпайды ондай қысқа нәрселер, дамытпайды қалай болса. Сол себептен мен ойландым да, не енгіздім? Көрсеткіштер бар ғой, жаңағы біз жақсы жұмыс істеген үшін тағы да не деуге болады. Лаборатория, мысалы үшін түгелін дұрыс тексерді, бір қателік болған жоқ, олардың тексерулерінде плюс 15%. Тағы да кім жай қарапайым жұмыскерлер мысалы үшін олар кешіккен жоқ, тәртіпті түгелін сақтады, ережелерді ешқандай бұзған жоқ. Әсіресе бізде
техника безопасности. Техникалық қауіпсіздік. Техникалық қауіпсіздік ережелерін бұзған жоқ, өте маңызды бізде. Сол үшін, мысал үшін, ағыда 15% деп, сол 25, 30, 40%-ға дейін, мысал үшін, сыйақы жаңағы еңбек ақысынан болады. Енді басшыларға былтырдан бері енгіздім, түгел келісті. Басшыларға, мысал үшін, тағы да сондай показательдер бар, бір екеуі оларда әрине аз, өйткені ол басқа деңгейдегі адам. Оларда жаңағы көрсеткіштер аздау. Үшінші көрсеткіш, үшеу ақыс, үшінші көрсеткіш. Өзін дамыту үшін істеген іс-шарасы. Амал Жасаған амалы, не істеді? Сосын әрі қалай келістік. Жаңағы басшы адам бір айда бірлет. Әртүрлі басшы, әр фирмада солай. Бір кездескен кезде маған айтып береді. Жаңағы қағазда келеді. Сосын айтып береді. Өзін дамыту үшін не істеді? Мынандай кино көрдім. Мынандай кітапты оқыдым. Мынандай курсқа бардым. Мынандай тренингқа бардым. Сондай деп. Сосын 10% деп қойып беріп мен қол қойдым. Өзін дамытуға бір амал жасады, әрекет жасады деп. Сондайды енгіздік. Енді соны қазір орта менеджментке енгізейін деп отырмыз. Олар алдын ала хабарлап айтқанымыз жиналыста. Енді сол орта менеджменттің жігіттері хабарласып сұрап атқан көрінеді. Жол бастығы айтты, орта менеджмент деген әрі қарай кететін менеджерлер, мысалы үшін, бастықтан кейінгі олардың орынбасарлар, орынбасардан әрі қарай бөлімдердің басшылары дегендей, жаңағы сауда өкілдерінің басшылары, супервайзер дейміз солар. Алдын ала негізі айттым мен оларға. Қысқа бір мерзімде сондайларды енгіземіз, сіздер сыйақы алған кезде көрсеткіштердің бірі сондай болады. Өзін дамыту үшін не істеді дегенде. Тыңдады, естіді, сосын кері байланыс келіп отыр қазір. Олар өзі хабарласып, өз басшыларына сұрап отырған. Жол бастығы айтты, үлкен бастық, осындай көрсеткіштер болады, енді тізім берсін. Өзі айтты ғой, тізім берем деп, қандай кітаптар оқу керек деп. Тізім дайындап отырмын. Оқиық деп айтты. Оқиық, дайынбыз деп. Қызығушылық білдіріп жатыр өздері. Енді сіз өндіріспен айналыспайсыз, былай жалпы зерттеумен айналысып жүресіз ғой, енді әуесқой ретінде жалпы тарих жағынан болсын, одан бөлек мына өзіңіз айналысатын, шығаратын сүт өнімдерінің тарихы, қайсы қалай шыққан, бұрын дастарханның мәдениеті қандай болған деген сияқты. Осы жағынан бір жаңалықтар болайын деп жатыр екен. Ондай да бар, құпиямды айтып қоймайын ба? Жоқ, жай құпия болмайды ол. Менен естіп біреу менен бұрын жасап жатса бір нәрселерді мен тек қана қуанамын. Қатты қуанамын, шын айтамын. Ақшасы ештеңесі, соған консультант болуға да дайынмын. Енді сүт өнімі деген қайдан шықты? Негізі жалпы сүт өнімдері түгел біздің аталарымыздан шыққан. Өкінішке орай біз соны ұмыттық, артқа кетіп қалдық. Ірімшіктер, сүзбелер, сол йогурттар, кефирлар, ашқан көжелер түгел бізден шыққан ғой. Сүт өнімдері. Төрт түліктің сүтін өндіріп отырған, ол сүттен әр түрлі бір неше түрлі тағам жасап отырған қазақтай халық жоқ қой. Жоқ. Бірақ біз дамыта алмай қалдық, ұмытып қалдық. Ашаршылық кезі, одан кейін ашаршылық кезінде көп нәрсе әрине кетіп қалды. Одан кейін есін жинап, халық енді есін жинаған кезде бірлестіріп үлкен совхоз жасап, үйтіп басын қосып тастады. Бұрынғы өмірден түгелден кетіп қалдық. Содан көп технология, тағам технологиялары ұмытылды. Көп тағамдар ұмытылды әрине. Неше түрлі тағам бар, еттен жасалған, ұннан жасалған, бірақ мен сүт жақта жүргеннен кейін сүт туралы айтайын. Естіген нәрселерім бар, бір жерден оқып қалған нәрселерім бар, соны жаңарту деген сондай ойлар бар. Мысал үшін таң қалдым. Мындай ұғым бар ғой, құрғақ сүт деген, сухое молоко дейді ғой. Қазір оны ұнтақ ретінде жасайды, суға қосады, содан сүт шығады. Негізі таптамаша сүт шығады, несі жоқ, қарсылығым жоқ. Балаға мысал үшін береді. Финляндияда шыққан, Германияда шыққан бірдеңе кішкентай нәрестеге береді, 1 айлық, 2 айлыққа темір құтының ішінде болады. Құрғақ сүт дейді. Оны европалықтар 20 ғасырдың ортасынан кейін ойлап тапты. Құрғату. Бертінде. Бертінде 60-70 жылдар. Соған біз мәз болып жүрміз, ол европалықтар сөйтіп тапты дегендей. Ал қазақта баяғыдан болған. Қазақ қалай істеген құрғақ сүт дейді. Қойдың терісін алады. Тазалайды, қырады, күйдіреді, жүн жағынан түк қалдырмайды, тап-таза қылып жуады. Сосын мынандай жолақ қылып кеседі. Сосын оны түгелін қазанға салады да сүттің ішіне, сүттің суға емес, пісіреді.
көп уақыт пісіреді, 2 сағат 3 сағат. И жаңағы жолақ тері, қойдың терісі сіңдіріп алады сүтті. Сіңдіріп алады. Иә, сіңдіріп алады сүтті. Мынандай қалың болып кетеді. Сосын оны алып дәл кептіреді. Сүтің түк қалған жоқ. Өте аз қалды түбінде ғана қазан, өйткені түгелі мына теріге сіңіп кетті. Су ғана қалды. Иә. Әлі біліп қояды, кептіреді. Одан кейін жорыққа кеттік, не көшпен кеттік, не бір басқа ауылға бір жерге кеттік, алыс жерге. Мал іздеуге кеттік, жоғалған бір табы малымызды бір ай бойы, ана ертөстік сияқты мысалы үшін. Іздеуге кеттік, сол кезде не істейміз? Кішкентай қазанымызды отқа қоямыз, су құямыз, қардың суы болсын, бұлақтың суы болсын, қайнатамыз да, жаңағыны кесіп алып, кішкене сала қоямыз. Бітті. Сиыр, ешкі, ештеңе жоқ айналаңда, сүтің бар. Керемет қой, ананы бір жасап көру керек өзіміз. Осы жазда өзіміз бірігіп соны жасап көрсек, мен түгелін соны дайындасам, қазан, сүт, далада, ошақ түгелін дайындайды, жер бар. Соны дайында бірге істеп көрсек. Да. Одан кейін кептіргеннен кейін қайтадан жаңағыны видеоға түсірсек, суға салып, қайтадан немене шығады екен, не сүт, дәмі қандай болады. Сосын лабораторияда түгелін тексерейік, оның микробиологиясын, жаңағы пайдалылығын, не бар, ішінде кальций бар ма, анасы бар ма, мынасы бар, тексерейік. Меніңше соны бір жаңдандырып бір көру керек. Әрине, оны технология ретінде ондай терілерді сату дегенді қоймаймыз. Бірақ жандандырып, оны жазу керек қой. Сосын қызығы маған қазір университеттен бір ағай шығып жүр, кеше ғана жазды. Сол қазақтың сүт тағамдары бойынша бір кітап жазайын деп едім, өзіңізбен пікірлессек дегендей бір ағай жазды. Сол кісімен ендігі апта кездесуіміз болады. Бірігіп бір сондай жоба жасайтын шығармыз, сондай ойымыз бар. Енді дәл сол мәйек мысалы үшін қайдан шықты? Закваска дейді қазір мысалы үшін, ашытқы дейді. Кішкентай қозы, жаңа ғана туды. Баяғы заманда қалай жасады мысалы үшін? Европадан әкелген ол кезде мына нелер жоқ қой, бактериялар жоқ қой. Кішкентай қозы, жаңа туды. Анасының сүтін емді. Содан кейін, енді кішкене не әңгіме әрине. Қиындау. Қатыгездеу мүмкін, бірақ енді тамақтанады. Сосын жаңа қозыны сояды да, ұлтабарын алып шығады. Ішінде уыз. Уыз деген енді керемет пайдалы нәрсе. Алғашқы сүт керемет пайдалы нәрсе. Одан пайдалы нәрсе табиғатта жоқ шығар. Бүкіл болашақ өміріңнің сенің 60-қа келгенше дейін, 70-ке келгенше дейін өміріңнің бүкіл иммунитеті осы бірнеше күндік уызда. Адамның баласы болсын, қозы болсын. Соны алады да кептіріп қояды. Ішіндегі жаңағы уыз кебет, асқазан өзі кебет, тазалық енді масқара ғой. Идеальный таза ғой. Сосын кепкеннен кейін шетінен кесіп алады да сүтке салады. Қайнатады. Мысалы үшін бір жылытып қана қайнатып біраз уақыт қойсаң, одан айран шығады, кефир. Біраз қаттырақ қайнасаң, ірімшік шығады. Мысалы үшін. Сөйтіп соны қолданған. Мен естуімше әлі дейін оңтүстік Қазақстанда сондай технологиялар бар ауылдарда. Соны да бір барып кездесіп, бір түсіріп алсақ, меніңше қазақтың дәстүрлі тағамдары деген темаға өте үлкен қызмет болушы еді негізі. Оны сөзбен жазбай, былай түсіріп, жасап, соны түгелін көрсетіп, жаңа қозының бауыздағанын көрсетіп керегі жоқ, әрине. Ол табарынан бастайық сол. Сөйтіп оны да жасауға болады. Енді сосын жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, сұрадыңыз ғой. Жаңаша не бар деп. Бұл нәрселер әрине тек қана сол телевидение түсіріп алу, видеоға түсіріп алу, сол үшін ғана керек, тарихта қалсын дегендей. Ал енді қолданатын, күнделікті жасайтын не нәрсе шығаруға болады. Мысалы үшін мен 2 жыл ойланып жүрмін. Неге? Түріктің таңғасы деген ұғым бар. Неге сондай меню бар? Дастархан мәзір. Неге ағылшынның таңғасы бар? Ағылшынша English breakfast дейді ме? Түрік қағалтысы дейді мысалы үшін. Қайбалтысы дейді аналар, түріктер. Түріктің таңғасы. Мыналар английский завтрак, English breakfast дейді. Француздың қайбалтысы бар, жаңағы таңғасы бар. Круассан, кофе, анау-мынау. Аналарда жұмыртқа, ірімшіктер, әртүрлі неше түрлері бар. Кішкене бір кесек ет бар ағылшынның қайбалтысында, несінде таңғасында мысалы үшін. Сосын мен неге қазақтікі жоқ деп ойлана бастадым. Қазақ брекфаст, қазақ таңғасы, казахский завтрак деген неге ондай ұғым жоқ. Сосын әдейі мониторинг жасап, талай осы айналамызда жүрген талай қазақтардан сұрадым.
қалай ойлайсың? Қазақтың таңғы асы деген не? Ну, нан мен май, сосын кеш жақын қалғанды жылытамыз. Иә. Екіншіден, үшіншіден 20, 30, 40 адамнан сұрадым. Өзімнен де сұрадым. Жауап бір уақыт түгелімізде. Сонда ондай ұғым болмаған ба? Сонда біз өмір бойы тек қана сол кешегіні бірдеңе жылытпа, нан мен май сөйтіп отырғанбыз ба? Жоқ. Болды. Қалай да болса болды. Дәл сол ашқан көже қай жер шықты? Ашқан көже деген негізі ең керемет бір тағамдардың бірі ғой. Ішінде түгелі бар. Белок бар, ақуыз, кальций, калий дегеннің түгелі бар. Сосын ашқан көже жаңағы бірдеңе тары бірдеңе саламыз ғой. Клетчатка бар. Клетчатка деген қазақшасы қалай екенін білмеймін, өкінішке орай. Жаңағы бидайдың сыртында, сондай жерлерде, сол бидайдың қауыршағында, соның ішінде болады. Өте пайдалы, керемет нәрсе. Адамды тазартуға, іштің түгелін тазартуға керемет пайдалы нәрсе. Соны ішкен жеген, мысалы үшін айран көже дейді, біреу ашқан көже дейді, сондай таңғы асқа. Енді соны жандандыру керек қой. Бірдеңе қылып әдемілеп шығару керек қой. Қазіргі заманның жетістіктерін түгелін қосып сөйтіп шығару керек қой. Сол себептен ендігі менің жобам, кішкентай бір жобам, бірақ жақсы бір қызмет болатын сияқты қазақ үшін. Қазақ брекфаст, сол жаңағы қазақи таңғы ас. Бүгін міне бірінші күн таңертең соны жасап көрдік. Бауырсақтың 2 түрі, ірімшік 3 түрі болды бауырсақтың. Ши бауырсақ болды, домалақ бауырсақ болды, ұзын бауырсақ болды. Сосын табанан жасадық. Сүтпен, онды сүтке үйленіп табанан жасадық. Өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Одан кейін жаңағы жасап атқан ірімшіктерімізден біразын турадық, әртүрлі әдемілеп, мынандай түрді ұзын қып, мынаны домалақ қып, мынаны өзінің өлшемі болады, иә? Түгелін өлшедік, сосын әрі қарай калорияларды санадық. Түгелін іздеп отырып, соны түгелін санап келдік. Сонда ғылыми түрде әп-әдемі болып шықты біріншіден, екіншіден балқаймақ болды ішінде. Сосын тәтті ірімшік болды, оны да пісірттік мына жерде біздің қыздарға түгелін. Жасап көрген кездер керемет дәмді болып шықты. Тәттісі де бар ішінде, біраз соңында жейтін, мысалы үшін кіші 25 граммнан деп сөйтіп дайындадық. Бауырсағы да бар, жаңағыдай наны да бар, майы бар, ірімшіктері бар, сүзбе бар, ішінде ашқан көже. Өзіміздің кефирімізді алдық та, соның ішінде қосып, сөйтіп ашқан көже жасадық, мысалы үшін. Қазіргі заманауи сондай перловка емес, бізге перловкамен бере салады, мысалы үшін бұрын сөйтіп. Дұрыстап сөйтіп жасадық, соны шығармақпыз. И сол мәдениетке үйретуге тырысамыз. Адамдарды шақырамыз, көрсетеміз. Таңғы ас деген маңызды шығар, өйткені күні бойы энергия содан. Ең басты негізі таңғы ас, бірақ таңғы ас жылытпа болмау керек. И май жаққан нан болмау керек. Шай болу керек әрине. Бірақ таңғы аста міндетті түрде бізге энергия беретін, қуаттылық беретін тамақтар болу керек. Қуаттылық беретін не? Ол ақуыз, белок. Белок ең көп неде бар? Біріншіден ірімшіктерде бар, жалпы сүт өнімдерде, дәл сол айран көжеде сонда ірімшік, айран көже, балқаймақта да бар. Тәтті, бірақ ішінде ақуызы өте көп бар. Сосын жұмыртқа да бар. Жұмыртқа міндетті түрде кіру керек. Сол себептен бүкіл дүние жүзінің мындай ұлттық таңғы астарында бүкілінде жұмыртқа бар. Бүкілінде ірімшік бар. Ол болу керек. Оны да енгіздік, кіргіздік. Енді біреу келемей деуі мүмкін. Ойбай, қазақтың таңғы асында жұмыртқа қайдан болыпты деп, 15-ші ғасырды елестетпей қойыңыздар. Мен сөйтіп айтқым келеді. Сен 15-ші, 16-ші ғасырды елестетпей қой. Қазіргі қазақтың қазіргі заманауи таңғы асы осы. Ал енді ең бастысы сен қазақта жұмыртқа деген сөз бар ғой. Біз сырттан алған жоқпыз оны, мысалы үшін, бекер емес қой. Ол сөз бар. Бітті, болу керек. Бізде қала болды бір кезде. Иә, әрине қала түгелі болды. Оны біз білмейміз. Біз 18-ші ғасырда оны түгелін құлатып тастаған, одан кейін біздің тарихымызды сендер түк болған жоқ, көшпендісіңдер. Қазір қазақ біз мәз болып жүрміз, біз наматпыз, біз көшпендіміз, біз кочевникпіз деп. Кім айтыпты? Қазақтың жартысы аз дегенде қалада тұрған. Қазақтың түгелі көшпенді болса, онда ана Сарай Бату, Берке Сарай, Отырар, Сығынақ, Сарайшық, Баласағұн, Алмалы деген қалаларда, Сауран, соның түгелінде кім тұрыпты сонда? Кім тұрыпты? Америка келіп тұрыпты? Жоқ, Америка атымен жоқ ол кезде. Сол негізі мен тамақтың өндірісінде жүргеннен кейін әрине зерттейміз тамақтың пайдасы, зияны да болады, иә. Кешкі сол 8-дің кезінде, 9-дің кезінде тамақ болу керек. Ең аз дегенде жатқаншаға дейін 2 сағат бұрын, жаңағы 6-тан кейін тамақ ішпеу деген ол кішкене бос сөз негізі. 8-де де ішуге болады, 9-да да ішуге болады. Бірақ 8-де 10-да жататын болсаңыз, 8-де болу керек, біту керек. Дәл жатарда бір
қышқыл сүт өнімін 1-2 кесе ішіп алсаңыз, түні бойы сіздің асқазаныңызды, ішекті түгелін тазартып жатады. Жеңілдетіп, тазартып жатады. Енді бір сұрақ қойайын. Уақытта бір жерге барып қалған сияқты. Сізді күтіп отырған адамдар болар. Мына адамның планка деп атады ғой, андай өз-өзіне бір өлшем қою бар ғой. Мысалға, Илон Маск деген кісі Марсқа қондырам деп, ұшып кеткен ракетаны, зымыранды қайтадан жерге қондырам деп, ол космос деңгейіне шығып кетіп, сол ең жоғарғысын қойды енді ол. Біреулер әлем бойынша мен тауарымды өндіремін деп атады, біреу енді үй аламын деп ойлайды, біреу сол кредитін төлеймін деп ойлайды, біреу әйтеуір қарыз қайырып кетпеймін деп ойлауы мүмкін дейтін, біреу мүлде ойламауы мүмкін енді. Енді сіздің осы өлшеміңіз, биіктігіңіз қандай енді? Қазақстанға шығу ма, СНГ-ге шығу ма, әлемге шығу ма? Иә, сұрағым күрделі болып кетті. Мен бастап осы сүт өнімін шығару деген өндіріске кіріп кеттім. Бір кезде аяқ астынан кірдім. Одан кейін ұнап қалды. Бірнеше жыл ұнап жүрдім. Одан кейін бұл істі жақсы көріп кеттім. Беріліп кеттім. Енді әрине, қолдан да бірдеңе келіп жатқан сияқты. Негізі талай нәрселерді шығарып жатырмыз, өндіріп жатырмыз, сатып жатырмыз дегендей. Енді бұл өнімдермен сыртқа шығуға болушы еді әрине. Дәл сол Қытайда сұраныс бар, мысалы үшін, дәл сол Россияда сұраныс бар. Бірақ өте өкініштісі бізде шығару үшін шикізат жағы үлкен бір мәселе болып тұр, үлкен проблема болып тұр, шикізат жағы. Шикізат түгелі дәл сол шетелде сияқты болып тұрса, қанша мен керек деймін, сонша сүт келіп тұрады, қандай, соларда сияқты шикізат болып тұрса, онда мен бұл жерде неше түрлі нәрсені өндіріп, қаншама бір ірімшіктердің түрін, сиырды ірімшік дейді қазақша. Біз сиырды үйреніп қалғанбыз, мен қазір бүкілін үйретіп жүрмін. Сиыр деген адамға ірімшік дейді. Ірімшіктердің түрін шығарып, оның қазақша аттарын қойып, дәл сол Түркиядан, Европадан мамандарды әкеліп, олар бірдеңені үйретіп, кішкене олардың технологиясын кішкене өзгеріс енгізіп, қазақша ат қойып, соны Россияңа да, Қытайыңа да түгеліне сатуға болушы еді. Түк қиын емес. Түк қиын емес ол шаруа. Оның сақтау мерзімі өте ұзақ. Біздің кефир емес 7 күн, біздің сүт емес, мысалы үшін біз сатып жатқан 5 күн, ол өте қиын. Оны мен шетелге шыға алмаймын. Сол себептен мүмкін ірімшіктерге бара шығармын. Қазіргі жобам, міне шығарып жатқан, жаңадан басталған жобам ірімшіктер жаңағы. Ол ұзағырақ сақтала ма сонда? 6 ай, 8 ай. Өзі сақтап жүрген нәрсе ғой. Иә, тіпті сақтағаннан тіпті жақсы болады. Бірақ көрмей жатырмыз қазір жасаған нәрсемізді 4-5 күннің ішінде түгел сатылып жатыр. Сөйтіп істеуге болушы еді әрине. КамАЗды бір Омбыға жіберіп, тағы бір КамАЗды Ноғай Сібіріне жіберіп, тағы біреуін Екатеринбург, Москва, ол сұрап жатыр, мысалы үшін Москвада бір дүкендер сатамыз деп. Урумчиға жіберуге болушы еді мына жерде. Бірақ шикізат жағы жоқ. Сол себептен, жетпейді. Сол себептен шектеуге мәжбүрмін. Былай сүт жағынан көп нәрсені үйреніп қалдық. Мақтанбай қоямын, бірақ талай нәрсені шын айтсам білем. Соны біле тұра талай адам сырттан мені мысалы үшін шақырып жатыр. Қосылып бір жоба жасайық дегендей. Қырғыздар шақырып жатыр. Қырғызстанда біраз қолында сүт фабрикалары бар. Біреуінікі тоқтап тұр, біреуінікі аса көп жұмысты жасап жатқан жоқ. Өйткені маркетинг деген нәрселерді істей алмай жатыр да, мені шақырып жатыр, мысалы үшін ортақ болып істейік деп, сол Қырғызстанда жаңағыдай. Урумчи шақырып жатыр, Қытайда қазақтар, ішінде ортақтың ішінде қытайлықтар да бар ғой деймін, қытайлықтар бар, қайтаға шақырып жатыр, олар да осы жақта істесек, өндірсек деп, сол жаққа барып мен ортақ болып кіріп дегендей. Бірақ ол идеялар маған ұнамай тұр, өйткені менің бүкіл мәселе менің миссиямда да, өз ішімде өз миссиям бар, мен ешқай жерде жазып айтып та көрген емеспін. Мүмкін өз арамыздағы жігіттерге, осы бірге жұмыс істеп жүрген әріптестеріме, басшыларға айтқанымда шығармын, айттым ғой деймін. Біз Қазақстанда өндіріс жасау керек. Осы Қазақстанда көбірек біздің адамдар бізге жұмысқа келіп, үйреніп, табыс табуды үйреніп, даму керек деген сондай миссиямен жүргеннен кейін ақша табу үшін сонау Қытайға кетем, 1 жыл, 2 жыл, 3 жылға деген менің
құндылығыма сәйкес келмейді. Әрине болушы еді. Олар ақша салуға дайын тұр. Менен тек қана басым керек дейді, технологияң керек дейді, одан кейін ұйымдастыру қабілетің, маркетингің керек дейді. Бітті салу мүмкін. Бірақ мен ол жаққа кіріп кетсем, онда мына жақтарда дамыта алмай қаламын әрі қарай кейбір нәрселерді. Ал миссия сондай болып тұр, Қазақстан даму керек, Қазақстанда жаңа өндірістер пайда болу керек. Дәл сол қазақ брекфасттарды дамыту керек. Кішкентай бір жоба болса да, бұл да жоба қазаққа пайдасын келтіреді. Сондай ойлар мені жібермей тұр. Түріктер шақырып отыр. Түркияда мысалы үшін біз кефир деген өнімді білеміз дейді, бірақ кефир деген өнімді шығара алмаймыз дейді. Келіп осында бірдеңе ашсаңыз, біз ортақ болып, жаңағы бүкіл қондырғылардың түгелін, аппараттардың түгелін алып қоямыз дейміз. Олар айран деп йогурт ішеді. Айран деген не ол өнім? Ол тек қана шөлді басатын өнім. Бізде ауылда мысалы үшін шалап дейтіміз, сумен араластырып кішкене тұз қосатын. Аса пайдасы жоқ. Бактериялар, жай қарапайым бактериялар, жартылай су, шөлді басу үшін. Олар да ыстық мемлекет, сол себептен олар көп ішеді. Йогурттар жақсы, бірақ йогурттар тек қана былай қасықпен бүйтіп жейтін йогурт, ол ішімдік емес. Кефирдің пайдасын олар біледі. Университеттер зерттеп жатыр, лабораториялар университеттегі өз басыммен көргем, талай адамдармен танысқам университеттерде, профессорлармен кефирдің жаңағы мәйегін түгелін, ұйытқысын түгелін зерттеп жатқан, пайдасын білетін. Солар шақырып жатыр, мысалы үшін бізге келіп өзіндегі технологиямен, жаңағы ұйымдастыру қабілетіңмен, осы кефирдің білімімен, кефир туралы біліммен келіп бірдеңе ашсаң деп, біз ортақ тауып береміз, үш жерде ақша салатын деп. Ол да тағы да кішкене менің жаңағы ойыма қайшы келіп тұр. Осы Қазақстанда біраз кішкентай болса да бір нәрселерді ашып, сондай мекемелерді ашып, солай дамыту керек осы сүт, тамақ жағында деп. Енді сіз ол жаңа Қазақстанды дамыту мақсатында өзіңіз тұтынушы ретінде де осы Қазақстаннан тауарлар алып жүретініңізді естідім. Сырттағы қаптамалары, сүттің қаптамалары, сырттан Ресейден келетін ұсыныстар бар дедіңіз ғой бұрын? Бар ғой, бізде дәл сол семейде тұр, Финляндиядан, финдардан бір қағаз әкеледі, картон қағаз. Содан кесіп, суретін салып, өте қиын жұмыс әрине. Семей Қазполиграф деген мекеме бар, үлкен, жақсы. Солар жасап жатыр. Біздің ана сүттің, айрандардың, йогурттардың сыртындағы құты осы Семейден шығып жатыр. Шикізатты, қағазды Финляндиядан келеді, өте сапалы, өте жақсы, табиғи. Содан біз пластик іштелеге көшпей отырғанымыз сол, өйткені пластик қалай да болса ол химия, ол мұнайдан жасалған. Қатынасқа түседі. Қатынасқа түседі, формальдегид деген бар, бәле. Ол жаңағы өнімге қалай да болса өтеді. Әсіресе ұзақ мерзім болса, 6 айлық сондай бірдеңе йогурттар болса, міндетті түрде ол өтеді қалай да болса. Сулардан дәм шығып тұратын сол. Иә. Біз қағаз таңдадық. Ең жақсы негізі шыны болушы еді. Бірақ ол өте қымбат, шыны шығаратын завод Қазақстанда айналада жоқ. Ол өте қымбат нәрсе болушы еді. Негізі ең жақсысы табиғи, былай зияны жоқ деген ол шыны. Сүт үшін, айран үшін, қымыз үшін, түгел үшін. Біз қағаз деп таңдадық, сол қағазды алып отырмыз. Енді ол қағазды дәл сол Финляндиядан картонды алып шығаратын Украинада заводтар бар, жаңа Қазполиграф сияқты біздің Семейдегі. Ресейде бар, Москваның қасында, Санкт-Петербургда көп келіп атады үшіге. Ойбай, бір-екі айда бір міндетті түрде келіп, бүйтіп жүреді, үлгілерін көрсетіп, ойбай, біздікі мындай дегендей. Сосын кейінде күлетін болды. Бірақ сендердің бастықтарыңды білеміз. Қымбат болса да ол Қазполиграфтан Қазақстаннан алады деп, тағы да сыйлайды соны. Сосын кешкі тамақта бір жерге отырамын, сол кезде мен күлемін ғой. Ал, тағы да келдіңдер, презентация жасадыңдар. Бірдеңе неттіңдер ме деп, дәлелдедіңдер ме, сіздерден алу керекпіз деп. Күледі, сізді білеміз ғой. Бірақ арасында келіп тұрады, өйткені еске салып тұру керек, олардың да маркетингі сондай, қалай да болса осы қазақты жеңеміз, бізден алғызамыз деген ой шығар. Жылмен бір жылда деп санағанда мен білем 6-7 миллион теңгемен ұтылып отыр. Өйткені бізде Қазақстанда жаңағы жерде ол қымбаттау. 1,5 теңге ме біреуі қымбаттау. Аналардан көрі. Әкелумен түгелімен санаған кезде салықтармен түгелімен менің складыма түсті қоймама. Сол бағаны санасақ 1,5-2 теңге мыналардікі қымбат әрқайсысы. Оны біз миллионда аламыз. Сол себептен былтырғы жылды санаттым мен, сол кезде 6-6,5 миллион теңге шықты. Біз артықта төлеппіз. Орыстардан алсақ, мысалы үшін не украиндардан алсақ кішкене 6 миллионды үнемдеп
қалушы еді. Бірақ енді Қазақстан әлдеқайда тоқтады де. әрине қаншама адам жұмыс істеп жатыр, қаншама адам ол жерде. Мен таныс жолдас жорам ешқайсысында жоқ. Қазір директор да ауысып кетті. Бұрын директорын танитын, танымаймын. Бірақ енді қазақ жұмыс істеп жатыр ғой, семейдің қазақтары ол жерде істеп жатыр. Өзіміздің керей наймандарымыз ақшасын тапсын деген ойлар. Таза бизнесмен ғана болсам, мен ақшаны ойлайтын, әрине ойлайтын. Олай жасамаушы едім, әрине барып тауып басқа жерден алып, мыналарға айтып, ана жақта мен арзан алып жатырмын деп бүйтіп сөйтуші едім. Бірақ кішкене басқа бір нәрселер де қосылып кетеді. Бизнесмен деген ұғымға ел үшін, ұлт үшін деген жауапкершілігім бар деген сондай бір ойлар өтіп кетеді кейбір кезде. Енді соңғы сұрақ ретінде мен оның шет жағасын бір байқаған едім. Осы жақта қызметкерлер бір-біріне мырза, ханым деп сөйлесетіндігі туралы. Сіз бір бұйрық шығарып, бұдан кейін осылай бұрынғы отчество деген нәрсені алып тастаймыз деп, сол нәрсені толық енді ме қазір? Қалай өзі? Ондай нәрсеге бұйрық шығару мүмкін емес. Ол жаңағы бұйрықпен Наурыз мерекесін ғана өткізу деген, бұйрықпен жаңағыдай қазақша басқа ұлттың өкілдерін амандастырып қою дегенмен бірдей болып кетеді ғой. Кейбір нәрселер бұйрықсыз істелінуі керек. Ол жерде бірақ міндетті түрде сенің абыройың керек, адамдардың алдындағы абыройың дегендей. Мырза, ханым деген неге кіргіздік? Өйткені әу бастан маған мен енді қазақта өкінішке орай мындай бизнес этикет, іскерлік этикет, деловой этикет дейді ғой. Сондай дамымаған. Өйткені қоғам ретінде біз сол дамып келе жаттық жаңағы ғасырдың басында, 20-шы ғасырдың басында, одан кейін неше түрлі қайғы қасіретпен совет заманы басталып, бүйтіп бүкіл қағазымыз, түгеліміз жаңағыдай түгел орысшаға көшіп кетті. Есімде бір 10 жасында ғой деймін, әкем маған көз өлтірген ұмытып кетіпті де. Мынаны жазшы деді, мен бір 5-ші сыныпта шығармын. Өтініш жазды совхоздың директорының атына. Сонда біздің совхозда тұратын түгел қазақ. 5-6 орыс жанұясы болатын, бірақ түгел қазақша сөйлейтін. Сонда жазғанда мені таңғалғаным, сол кезде 10 жастағы балам, директору совхоза имени Абая, мындай, товарищу мындай деп, заявление, прошу, бірдеңе деп. Өйткені қазақ тілінде оны жазу деген мүлдем қалыптасып қалған, мүлдем жоқ. Атымен жоқ. Бүкіл жаңағыдай қағаздың айналымы түгел, қағаздардың түгел орысша. Кадрлар бөлімі түгел. Принят на работу деп жазады. Уволен с работы. В связи с приказом дегенде сөйтіп жазады. Сол себептен бизнес қазақ тілі, іскерлік қазақ тілі, іс жүзінде іс қағаздар дамымаған. Енді не істейміз? Сөйтіп жүрсек, зарлап, дамымаған, енді не істейміз? Түгел орысша деп жүрсек, ол болмайды. Бір кезде 2002-2003 жылдар болу керек. Осы өндірісті салып, кішкентай бір завод салдым да, енді сол жаңа жұмыс, жаңа жоба бастайым деп кіріскен кезінде менде енді көп кісіні сол кезде жұмыс қалдым. 1-2 айдың ішінде 100 шақты адамды жұмыс қалдым. Өзім де жаспын, бір 32 жастамын сол кездерде. Сосын кадрлар бөліміне бір қызды алдым. Ол қазақша білмейді екен, жаза алмайды екен, дұрыстап сөйлей алмайды екен. Бірақ кадрлар бөлімінің маманы ойланбастан ала салған ғой, мен әйтеуір кісі керек деп көп кісіні алып жатырмын өйтпейді. Сосын бір күні жаңағы қыз келіншек келіп маған айтып отыр, былай, мынаны жұмысқа қабылдадық, мындайды қабылдадық. Сосын бір кісі туралы айтты. Ну вот такой-то пришел, он, оказывается, с Монголии, вообще по-русски писать не умеет, даже разговаривать не умеет, не знаю, что делать дейді. Білмеймін дейді, не істедім. Сол кезде мен айттым ғой, әй, Ерлан дедім, өзім айттым. Ақымақсың, сонда өз бауырың, Монголиядан көшіп келген бір азамат. Саған жұмысқа келіп, өз елім, қазағым деп келеді екен. Саған келіп жұмысқа сұранады екен. Сенің кадрлар бөліміңе барады екен. Сенің кадрлар бөлімің қазақша түк білмейді екен. Қазақ тілінде сенің өтінішіңді қабылдай алмайды екен. Қазақ тілінде өтініштің үлгісін саған көрсете алмайды екен. Қалай сонда болды? Өз-өзімді боқтадым. Ойланып жүріп, 2 аптаның ішінде жаңағы келіншекті басқа жұмысқа қыстырдым да, орнына қазақ тілді ұруды қойдым. Жоқ, жақсы жерге.
шығарып тастаған жоқпын, итеріп тастаған жоқпын. Қазақ тілді бір маманда отырылды. Сосын бүкіл менің ашып жатқан жаңағы проектларымда, фирмаларымда түгелін айттым. Қайдан тапсаң оны табыңдар. Бірақ кадрлар бөлімінде, сосын секретарлық жұмыста, сыртпен, түгелмен байланыста міндетті түрде қазақ тілді кісілер отыру керек деді. Қазақ тілді. Қазақ міндет емес, мүмкін басқа ұлт қазақ тілін сыйлайтын, үйренген, түгелін қазақша сөйлейтін қазақ тілді сондай адам отыру керек деді. Ұят емес, ойбай-ау. Одан кейін әрі қарай да азартқа кірдім да, өтініш жазғанда тек қана қазақ тілінде жазыңдар дедім. Жаңағы қазақша болмаса қол қоймайсыз. Иә. Еңбек кітапшасы дейді ғой. Тек қана қазақ тілінде жазылады ішінде. Қазір жұмысқа қабылданды, мына жаққа ауыстырылды деп өйткені қарап отырсам, кімнің еңбек кітапшасы алдыма келсе де маған жұмысқа тұрып отырған түгел орысша. Қалай бұл сонда біз тілімізді қайдан құрметтейміз? Қалай біз оны іскерлік тіл қыламыз? Деловой язык. Соны қалай қылдырамыз? Әрекет жасау керек енді бірден. Сөйтіп сондай қылып енгіздік. Ол бір. Екіншіден енді мындай бір-бірімізді атаған кезде қазақта тағы да жаңағы этикет, іскерлік етикет дамымаған. Бір-бірімізге не дейміз біз? Үлкен тіл. Ерлан болса ереке дейміз, серік болса секе дейміз. Бірақ мына офиста жүрген кездерде біз үлкен бір фирма болған кезде ол жараспай кетеді де кішкене. Әсіресе әйел адамдар қалай айтады? Әйел адамдар еркекке өйтіп айтқаны кішкене жараспайтын сияқты бір. Екіншіден әйел адамдарды қалай атаймыз сонда? Да. Сол себептен бізде қалыптасып қалған жаңағы әкесінің атын айту. Вна, вич деген сондайлар. Ол да маған ұнамады. Мені сосын мына жерде басқа ұлттардың өкілдері өте көп, біраз бар жаңағы неде технологияда әртүрлі жерде. Солар түгел мені әкемнің атымен атап, Ерлан Мукатаевич дейтін болды. Маған ол ұнамайды. Бірақ қалай өзгертеміз, не істейміз? Дәл сол түріктерде мысалы үшін Ерлан бей деген бар. Мысалы үшін Серхат бей деп айтады. Ағылшындарда мистер деп айтады. Да, сэр дейді, я сондай бар. Бізде өйтіп орыста өйтіп атамайды. Мысалы үшін господин Ерлан деген олар дамыған, олар как раз әкесінің атымен. Ойланып жүрдім де бізде қалай болу керек? Енді еркек болса мырза болу керек, әйел адам болса ханым болу керек. Бірақ қалай бұны енгізем? Дедім де, сосын өзім айта бастадым арасында. Ананы, мынаны. Өзім немді өзгерттім. Паспортымды өзгерттім. Жеке куәлігімді өзгерттім. Оф дегенді фамилиямды алып тастадым. Вич дегенді алып тастадым. Мұқатайұл деп. Одан кейін маған Мұқатаевич дегенді айтатын болдым. Не деп тұрсың? Менде менің паспортым, менің куәлігім, жеке куәлігім Вич деген, Мұқатаевич деген менде жоқ. А как называть? Жай Ерлан деңіз. Жай Ерлан деп бітті. Одан кейін жастаулары Ерлан мырза дейтін болды. Оны бір хабарландыру ретінде жазып қойдым. Хабарландыру, қол қойған жоқ. Осындай ұсыныс бар. Былай атасақ, мырза, ханым, немесе тек қана атын айтуға болады деп. Вич дегендерді қою керек деп. Вна дегендерді соны түгелін қою керек. Өйткені оны қалай келтірдім? Тағы да бағана айттық қой, біз өте жұқа материя деп бүйтіп, орысшылдыққа, орысқа қарсы деген ешкім ойламасын деп қалай келтірдім? Мысалы үшін жарайды мені Мукатаевич дейді екен. Тағы біреуді не деп айту керек? Мысалы үшін Николаевна дейді екен біреуді, да? Производствоның басшысы мысалы үшін, да? Бірақ бізге сөйтіп айтып тұрған адамды біз де сөйтіп айту керек қой. Негізі солай ғой. Әділеттік болу керек қой. Ол жаңағы не еден жуушы болса да, аула тазалаушы болсын, качегар болсын, біз де оны сөйтіп айту керек. Бірақ оны түгелін айту мүмкін емес қой. Мен сөйтіп келтірдім. Жаттан көрмейсің, оны түгелін шатасып кетесің ғой. А егер сен оны атымен не фамилиясымен айтып тұрсаң, әділеттік қой. Біздің құндылықтарға сай келмейді ғой деп сөйтіп келтірдім, әдемілеп бүйтіп астарлап бүйтіп. Сөйтіп келтірген түгел келістік. Қазір тамаша түгел үйреніп болды. Әрине кейбір адамдарды олай үйреттім мен. Үйреніп қалған, жаңағы Мұқатаевич дегендерді. Ал айт, бүйтіп айт. Ерлан деп айтты, бүйтіп отырып алып, бүйтіп сұрағанда. Айтшы қаным. Өстіп келтірдім, үйреніп алдық. Қазір бітті. Жас жігіттер 25-30 жастағылар маған келді. Ереке деген рұқсат, Ерлан мырза деген рұқсат, Ерлан деп те айтуға болады. Әйел адамдар мысалы үшін, Ерлан, здравствуйте, Ерлан, можно там бірдеңе деп басқа ұлттар мысалы үшін сөйтіп айтып жатады. Ештеңе жоқ. Мырза, кішілер мырза дейді. Олар мырза дейді.
Басқа ұлттарда үйреніп алдым, мырза деп айтып жүреді. Бүгін ғана бағана кездесіп қалдым. Аға, әңгімеңізге көп рахмет. Енді еркін сұхбат, сізбен көп әңгімелесуге болады. Бұрын естіген әңгімелерімді қайтадан тыңдағым келіп отыр. Басқа да мәселелер бойынша кейбіреуде кеңес алғымыз келеді. Кейде енді бір сұрақ қояйыншы деп дайындалып келіп, ол сұрақты қоймай басқа нәрсе сұрап кетіп жатырмыз. Енді бүгін сізден естуге нәсіп болған осы бұйырған әңгіме осы болсын. Менімен бірге тыңдаған адамдарға барлықтарыңызға рахмет айтамын. Келесі бір әңгіме тыңдағанға дейін қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.